Қазақтар менен сендер алысқалы 4000 5000 жыл болды. 4000 5000 жыл бойы сендерге 1 грамм ақыл кірген жоқ. Себебі сендер мың жерінен өсіп, өнген, көбейген халық болсаңдар да, сендердің 10 мыңнан бір бөлшектеріңе тең келмейтін қазақ дейтін халықты жер бетінен жоя алмайсыңдар. Себебі біздің бойымызға Құдай сондай қуат берген. Біз кешегі сендерді де билеп төстеп, ата-бабаларыңды езген, және сендермен барлық тарихтың барлық тұсында тепе-тең күрескен және үстем болған көшпенді империялардың бүгінгі мұрагерлеріміз. Біз сендер үшін оңай шағылатын, жұтылып кететін, тарихта сендердің құрамдарына еніп кеткен анау оңтүстік батыстағы өркениеті жоқ, дамымаған ұсақ түйек ұлттарға ұқсамаймыз. Олар сендермен тепе-тең тұрып күресе алмады және Қытай болып кетті. Ал бірақ сендер бізбенен күресу үшін тағы да сендерге 100 мың жыл өмір сүруге тура келеді. Біз 100 мың жыл өтсе де Қытайға да, Орысқа да, Иранға да ешқашан бағынбаймыз. 90% қырылып кетсе де, қалған 10% күресті жалғастыра береміз. Біз үшін өмірде өлім, өлімде өмір. Өмір мен өлімнің бізге айырмасы жоқ. Жаратушы Құдай бізді солай күрескер қылып жаратты. Еуропа мен Азияның қақ ортасын иемденіп өмір сүрген Құдайдың өзі ырыздығын Еуропа мен Азияның қақ ортасынан берген тек біз ғана тең тұра алатындықтан, сендер сияқты империялардың кеңірдегіне шаншылатын қанжар болып жасайтын біз болғандықтан Құдай бізді осында қойды. Жаратушының шексіз шеберлігіне егер сенетін, жүректеріңде жаратушының бірлігіне, барлығына сенетін ақыл парасаттарың болғанда, бұндай надандыққа бармас едіңдер. Қазақтармен алысқан империялардың оңғаны болған жоқ. Біз тарихтан бері бізден бәлелесе күшті империялардың кез келгенін тасталқан қылып келе жатқан халықпыз. Және сол қуатымызбен жасай береміз де. Басымызға қиын күндер келер, бірақ біздің бойымызда және біздің ұрпақтарымыздың бойында, қанында, генінде ата жауларға деген өшпенділік пен күрескерлік ешқашан жойылмайды. Біз Құдай ерекше жаратқан көшпенділерміз. Сендер ата-бабаларыңның тас қойып кеткен жазуымен қағазға жазып кеткен құпия, өтірік үшін аралас тарихтарыңды қайта бастан оқып шығыңдар. Сол кезде көздерің қазақтың кім екеніне жетеді. Сосын барып тәубелеріңе келесіңдер. Ал сендер бізбенен алысамын деп ақымақ болмаңдар. Онсыз да бүкіл дүние жүзіне сендердің Шығыс Түркістандағы қазақтарға, ұйғырларға, қырғыздарға жасаған геноцидтеріңді әшкерелеген біз қазақтармыз. Біз бүкіл дүние жүзіне Шығыс Түркістандағы геноцидтің 95% дәлел фактісін берушіміз. Құй біл, құй білме, құй мойында, құй мойындама. Біз бүкіл дүние жүзі алдында Қытайдың қылмысын ашқандығымызбенен мақтанамыз. Және бұл адамзат тарихында ең шұғылалы тарих болып жазулы қалады. Ең аз халықтың біреуі, ең сұмырай қызыл коммунистік империяның қылмысын ашқан болып, біз адамзат тарихында қаламыз. Біз ештеңеден қорқпаймыз. Біз кез келген жауға келсең кел деп білек сыбанатын қазақпыз. Сендер жақсылап тұрып ойланыңдар.